Еркек сайтаннан қашқан 7 шал. Ұларбек Дәлей әңгіме. Тамыз айы жақындап, үркердің толғағы басталғанда, жайлаудағы ел-жұрт жаңалап, етекке бір табан болса да жақындаудың қамына кірісті. Кенже туған қозылар көгеннен босап, енелерімен бірге өріске жіберілді. Мал мен шаруа жайын реттеген үлкендер жағы қыстауға түсіп, шөп шабудың қамына кіріспек. Тау қойнауындағы ауыл үлкендері буыны қатып, суырдай семірген марқаның алтауын бұлақ бойына апарып сойып, жіліктеп тұздап, қанды көбігін сорғытқан. Қоржындарын сықпа құртпен бүйенге нығарлай салған сарымайға толтырып, артта қалар бала-шағаға ендігі көш бағытын шегелей тапсырған. Дайындығы бітіп, сайланған топ ертесі таң ата етекке қарай